Бүйректегі тас, бүйректе тұрып қалған қатты химиялық қалдық. Негізінде бүйректе тас тұру қалыпты жағдай. Көбінесе ұсақ, кішкене болады. Әрі дәретпен бірге оңай шығып кетеді. Бірақ бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, не ағзаның қалыпты жұмысы бұзылса, бұл тас ұсақталып емес, іріленіп кетеді. Кейбірі тіпті бұршақтың дәндей болуы мүмкін. Ауру осы жерден басталады. Бүйректе тұрып қалған тас үлкейе келе, дәрет шығу жолдарын бітей бастайды. Бұған дейін сіз бүйректе тас барын өзіңіз де білмейсіз. Бүйрекке барып тас боп тұрып қалатын, ол кәдімгі минералдар. Соның ішінде кальций. Көбінесе кальций оксалатынан жиналады. Chemicals in your stomach break Бүйректе down қай минерал carbohydrates жиналып into қалғанын glucose, тексерген which is дәрігер absorbed айтады. into your bloodstream. Әрі соған орай ем тағайындайды. Сонымен бүйректе тас тұрып қалмасы Your үшін не pancreas істеу керек? responds to the glucose Бұл by сауалдың releasing жауабын біз insulin. медицина профессоры Алмаз Шарманның мақаласынан таптық. Профессордың кеңесі 6 пункттен тұрады. Insulin is responsible Бір, for суды allowing көбірек glucose ішу. into your body's cells. Кейде ағза суға тоймай, сусырап ұзақ жүріп қалса да, бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәретті сұйылту үшін әрі When the бүйрекке glucose жинала enters бастаған your cells, тұздарды шайып the кету amount үшін of суды glucose көп in ішу your керек. bloodstream Күніне falls. жоқ дегенде 10 стакан су ішкен дұрыс. Бірақ минералды суды емес, кәдімгі фильтрден If you өткен have ауыз type суды 1 ішу керек. diabetes, your pancreas Екі, doesn't кальций secrete құрамдас insulin, тағамдарды which жеу. causes a buildup of glucose Жоғарыда in your айтқанымыздай, bloodstream. көбінесе бүйректе тас боп тұрып қалатын, дәл осы кальций. Бірақ ағзаға кальций керек қой, қалай оны Without ішпейміз insulin, the дерсіз. glucose can't get Иә, into your ол да бар. cells. Ағзаға кальций өте қажет. Бірақ оны If бүтіндей you have ішуге type 2 болмайды. diabetes, your Мәселен, pancreas secretes биологиялық less белсенді insulin than your қоспада body бак, requires кальций because бүтіндей your body болады is да. resistant Сүт, to its ірімшік, effect. йогурт, брокколи мен апельсинде азықтың құрамдас бөлігі боп қалады. Сондықтан кальцийді жеке ішпей, азықпен құрамдас тағаммен бірге ішу керек. Оның үстіне, ең қызығы, кальций құрамдас тағам оксалаттың тұзды, ішекте қорытылып кетуіне ықпал етеді де, ағзада оның азаюын қамтамасыз етеді. Ал жоғарыда айтқанымыздай, кальций мен оксалаттың қосындысынан тас көп пайда болады. 3. Оксалатты азайтыңыз. Жоғарыда айтылғандай, оксалат кальциймен қосылып, бүйректе тас күйінде қатып қалады. Сондықтан бүйректе тас табылған жағдайда оксалат қосылған тағамдарды азайту керек. Бұған қызылша, шай мен кофе, жаңғақ пен шоколад, шпинат және манголь жатады. 4. Ас содасын аз жеңіз. Ас содасын, яғни натрийді қолдануды азайту қажет. Күніне 1500 мг жетеді. Натрий азайса, дәреттегі кальцийдің де құрамы азаяды. 5. Ақуыз, қызыл етті азырақ жеуге тырысу керек. Медицинада етті 2 түрге бөліп қарастырады. Бірі ақ ет, екіншісі қызыл ет. Ақ етке құстың және балықтың еті жатады. Ал қызыл етке малдың еті жатады. Бүйректе тас табылса, малдың етін азырақ жеу керек. Оның орнына калий көп қызанақ пен бананды жеген жөн. Цитрусты жемістерде жеген жақсы. 6. Семіздіктен арылу. Семіздік бүйректе тас тұрып қалуға келеді. Сондықтан артық салмақ сақтамауға тырысыңыз. Бүйрегіңізде тас бар ма? Қарапайым жаттығулармен бүйректегі тасты түсіруге болатынын білесіз бе? Қарапайым жаттығулармен бүйректегі тасты түсіруге болады. Иә, бұл мүмкін жағдай. Бір орында тұрып жасалатын жаттығулар, бір орында тұрып тез жүру. Жаттығуды қиындату үшін тізені бүгіп барынша көтеріп, немесе алға қарай созып көтеру арқылы жүруге де болады. Енді бір орында тұрып оңға, солға қарай айналасыз. Сосын алға қарай еңкейіп, белмен шеңбер жасайсыз. Белді толықтай шеңбер жасап айналдыруға тырысыңыз. Енді бір орында тұрып жүгіресіз. Сонымен қатар, тізені барынша көтеріп жүгірсеңіз де жақсы нәтиже береді. Бір орында тұрып секіру. Түрліше секіру жаттығуларын жасауда өте пайдалы. Алдымен бір орында тұрып жүресіз, артынша жүгіресіз. Секіргішпен де секірген артықтық етпейді. Тізені бүгіп, жартылай отыру жаттығуын жасайсыз. Содан соң толықтай отырып тұрып жаттығуды жалғастыруға болады. Алға қарай еңкею. Алға қарай серіппелі қимылмен созылып, артқа қарай секіріп қалу керек. Аяқты алға қарай созып серписіз. Артқа қарай да дәл солай жасаңыз. Барынша отырып, қолды еденге қоясыз да аяқты тік созасыз. Осылайша бірнеше секунд тұру керек.